Сәлем оқушым. Физикадан база қалыптастыру курсына қош келдіңдер. Біз бүгін сіздермен бірге сандарды стандарт жазу деген тақырыпты қарастыратын боламыз. Яғни бұл жерде біз 7-ші сыныптағы ең басындағы параграфтардың егжей-тегжейлі түсіндіретін боламын. Ал бүгін сендерге түсіндіретін мұғалім Арман Іскербекұлы Мырзақұлов, ол әрине менмін. Және Арман ағай деп айтуға да болады. 12 жылдық тәжірибем бар. ОБТ саласындағы нағыз экспертпін деп айта аламын өзімді. Себебі 2017 жылдан бері нағыз ОБТ сұрақтарын құрастырған экспертпін. ОБТ сұрағын кім құрастырады, қалай құрастырады деген жерде, осы жерде әрине мен бүйтіп жотам деп шығатын боламын. Так, енді өзім туралы бір-екі айтып кетейін. Оқушым Қапанәли 2025 жылғы ОБТ бойынша рекордтық 136 балдың иегері. Енді әрине айта берсем өте көп. Оның ішінде өзім туралы бір-екі ақпарат айтып кетейін. Оқушылардың 98% грантқа түскен, және 2017, 21 және 23 жылдар ойым жазбасам, мұғалімдер олимпиадасында Астана қаласы бойынша бірінші орын жеңімпаз. Әрине айта берсек өте көп. Ең қарапайым ғана мысал, күнделік кездеске кіресінде 11 сыныптың физикасын ашатын болсаң, сол жерде мен жотам деп шығатын боламын. Яғни күнделік кезеттен де сабақ бергенім бар енді. Ал енді оқушылар, көп сөйлеп созбайық. Біз бүгінгі сабақты сендермен талдайтын боламыз. Яғни біз бүгін сендермен бірге стандарт жазу деген нәрсені қарастырамыз. Жалпы стандарт жазу деген не? Давайте осыдан бастайық. Стандарт жазу деген ол үлкен немесе кіші санды екі көбейткіштің көбейтіндісі ретінде жазу. Яғни оны стандарт жазу деп ықшамдап жазу, былай айтқан кезде. Енді мысалы осы жерде ол не үшін қажет деген сұрақ туындайды. Неге ол қажет? Зачем маған нормально тұрған сан? Енді осы жерде мысалы мен бір-екі өлшемді айтып кетейін. Күн мен жердің арасы бізде шамамен 150 миллион километр. Өзің ойла, 150 миллион километр, миллионда 6 нөл бар. Жақсы, ал егер метрге айналдыратын болсақ, 150 миллиард болады. Енді мен оны қазір 150 миллиардты жазатын болсам, 150 жазам, одан кейін 9 нөл жазып шығам. Ол мейлісі мейлі ғой. Мейлі ол. 9 нөл жаза аламыз. Өзіміз өмір сүріп жатқан жерге тоқталайықшы. Жердің массасы қанша деп ойлайсың жалпы? Миллион тонна ма, миллиард тонна ма? Қалай деп ойлайсың? Әрине бұл жерде триллион деп айта алмаймыз. Жердің массасы өте үлкен шама. 6 дейсің. Одан кейін 24 нөл жазып шығасың. Сонда ойлай бер. 24 нөл жазатын болса, мен дәптерін бір парақта отырып тастаймын, дұрыс па? Сондықтан бұл жерде бізде қиындықтар туындайды. Немесе қарапайым ғана мысал, нені алайықшы? Атом деген нәрсені алайықшы. Білетін шығарсың, кез келген зат, атом мен молекулалар тұрады. Атомның өлшемі дейтін болсақ, ол бізде 0,0000 деп кете береді. 9 нөлі бар, 10 нөлі бар, в общем сандай. Сондықтан оны бізге жазу қиындық туындатады. Осы жерде стандарт жазуымыз қажет болады. Бұл жерде ешқандай қиындық жоқ. Стандарт жазу дегеніміз ол жаңа айтып кеткендей, мысалы 150 миллион километр дедік. 150 миллион дегенде біз 150 миллион міне былайынан жаздым дейік. Миллионда 6 нөл бар, 150 бар, сонымен қанша нөл болды? 7 нөл болды. Енді қараңдар, бұл жерде қалай жазамыз? Біз оны, бұл жерде ешқандай қиындық жоқ. Енді қараңдар, біз екі көбейткішке жетеміз дедік қой. Алғашқы көбейткіш ол 1 мен 10-ның арасындағы сан болған жақсы. Стандарт дегенде солай болу керек. 1 мен 10-ның арасындағы сан. 15 деп те жазуға болады. Әрине қате емес, бірақ біз 1,10-5 деп жазғанымыз әлде қайда тиімдірек. 1,5 дейміз. Енді қара, мен мысалына жерге үтір қойып аламын өзіме. Енді 1 мен 5-дің арасына үтір қойдым. Осы үтірдегі неше сан бар, соны 10-ның дәрежесіне жазамын. Дәрежені тек қана 10-ның үстіне жазамыз. Мен енді мектепте жүрген соң, мектепте мұғалім болып істеген соң, кейбір оқушылардан білем, алады дәрежені 1,5-дің үстіне даң еткізеді. Әрине ол қате болады. 10-ның үстіне жазамыз. Яғни қараңдар, міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 сан, міне 10-ның 8 дәрежесі деп жаздық. Қиындығы жоқ. Енді қараңдар, километр, бірақ біз метрге айналдырып қоямыз. 1 километрде сендер білулерің керек, 1000 метр бар. 1000 дегеніміз ол тағы да 3 нөл бар. Сол 3 нөлді мына 8-ге қоссақ, 10-ның 11 дәрежесі болады. Сонда 1,5 көбейтілген 10-ның 11 дәрежесі метр, ол бізде жер мен күннің арасы екен. Окей? Давайте мен оны толыққанды түсіндірейін тағы да. Міне, жаңа айтып кеткенімізде, бірінші көбейткішіміз міне, екінші көбейткішіміз міне. Яғни ол 10-ның қандай да бір дәрежесі түрінде жазылады. Плюс дәреже болуы мүмкін, минус дәреже болуы мүмкін, ол қазір тапсырмаларда толыққанды айтылатын болады. Енді бұл жерде қатты бір қиындық жоқ деп ойлаймын. Давайте толығырақ түсіну үшін мен мысалдармен қарастырып көрейін.
Жақсы ма? Мысалы бізде мынандай бір сан берілген 612 деген нөлдер бар екен. Давайте осыны біз талдап көрелік. Қалай болады екен? Так, енді жаңа мен айтып кеттім. Біз алдымен 1 мен 10-ның арасындағы санды тауып аламыз. Ол бізде 6 бүтін деп кетеді. Міне мен мына жерге үтір қоямын. 6 бүтін 100-ден 12 дедім. Көбейтілген деймін. Енді үтірден кейінгі сандарды санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 10-ның 11 дәрежесі. Міне, 6 бүтін 112 көбейтілген 10-ның 11 дәрежесі. Мынау дұрыс. Бірақ, кейбір жауаптарда былай да келуі мүмкін. Енді ол әдетте анау нелерге байланысты болуы мүмкін. Мысалы, гига деген сияқты нәрселер бар. Біз оны кейінгі сабақтарда өтеміз. Қараңдар, 612 деп жазғым келсе, мысалы, 612 деп мына жерге жазғым келсе, ол да қате болмайды. 612-ден кейін неше сан бар бізде? Неше нөл бар? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 нөл бар. Міне 9 дәреже деп те жазуға болады. Бұл жерде екеуі де дұрыс, қате емес, бірақ мынау дұрысырақ деп айтылады. Жақсы ма? Бірақ екеуі де қате емес. Окей, ары қарай кеттік тағы да. 415 деп басталатын сан екен. Ешқандай проблемасы жоқ. Біз 4 бүтін 100-ден 15 дейміз. Көбейтілген. Давайте мен осы жерде сендерге де тапсырма берейін. Өзің де ойланып көр, мына жерде қалай болады. Менен бұрын айтып қойсаң, тіпті жақсы, сен түсініп жатсың деген сөз. Так, 4 бүтін 100-ден 15 дедік. Енді санап шығамыз сандарды. Нөлдерді санамаймыз. Үтірден кейін неше сан бар, соны санаймыз. Окей? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Міне 9 деген дәреже кетеді. 4 бүтін 100-ден 15, оның 9 дәрежесі. Тым қиындығы жоқ. Давай мынаны сен өзің есептеп көрші. Мынау қандай сан бізде? 23 миллион ба? 1, 2 деп санайын ба? Жоқ, әрине оны істей аласың. 2,3 көбейтілген. Білесің, е? Так, сен де істеп жатқан шығарсың деп ойлаймын экранның ар жағында. Және мен де сенің дұрыс істедің ба, істемедің ба, соны тексеріп тастайық. 2,3 көбейтілген 10-ның 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2,3 10-ның 7 дәрежесі. Все, easy, дым қиындығы жоқ. Так, мына жақта дәл сондай 1,2 дейміз. Көбейтілген 10-ның так 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 дәреже. Мынаны бұлай да жазуға болады. 12, 10-ның 7 дәрежесі. Бірақ мынау дұрысырақ болады. Окей? Кеттік ары қарай. Так, 60 мың деген сан. 60 мың деген сан 6 көбейтілген 10-ның 4 дәрежесі болады. 6 көбейтілген 10-ның 4 дәрежесі болады. 1, 2, 3, 4. Окей, все. Тым қиындығы жоқ. Мынаның бәрі бізде стандарт жазылған нәрселер. Енді бұл үлкен сандар, ал бізде кішкентай сандар болса не болады деген сұрақ туындайды. Мысалы 0 бүтін бірнәрсе деген секілді. Давайте осыны мен түсіндіріп өтейін. Бұл жерде бізде мынандай бірне сандар берілген екен. Сандарды стандартты деп жазыңыз дейді. 0 бүтін 10 миллионнан 12 дейді. Так, бұл жерде дым қиындығы жоқ. Жаңағы технологияны пайдаланамыз. Методика дейсің ме, метод дейсің ме, соны пайдаланамыз. Дым қиындығы жоқ. Біз алдымен 1 мен 10-ның арасындағы санды анықтаймыз. Бұл бізде әрине 1,2. Міне, мен мына жерге үтір қойып аламын, жазып аламын. Мына жерге 1,2 көбейту. Так, енді қара. Мына жерде бізде сандар бар ғой. Енді осы жерде сандарды мұқият қараймыз. Бүкіл жаңағы үтірдің соңындағын аламыз, алдындағын аламыз. Бірақ мына екі үтірдің арасындағы сандарды аламыз. Хорошо? Сен өзіңе дәптерге пока что қойып ал. Окей, кәдімгідей қойып ал. Так, міне мына жерге үтірдің арасындағы сандар дейсіз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1,2 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі дейміз. Бұл жерде бірақ қателік бізде не? Плюс 6 емес. Бұл жерде минус 6. Жақсы ма? Енді қараңдар. Осы жерде осындай сұрақ туындайды. 1,2 10-ның минус 6 дәрежесі ғой. Нормально. Егер де біз дәреженің алдына минус қоятын болсақ, бұл санның минус екенін көрсетпейді. Бұл нені көрсетеді? Бұл санның кішкентай екенін көрсетеді. Бірақ минус екенін көрсетпейді. Жақсы ма? 1,2 10-ның минус 6 дәрежесі дейміз. Дым қиындығы жоқ, easy. Физика қиын деген ол оқымайтын адамның әңгімесі. Жалқау еңбектенгісі келмейтін адамның әңгімесі. Мен саған физиканы оңай, қарапайым тілмен түсіндіріп беремін. Құдайға шүкір, стажымыз бар. Талай оқушымен жұмыс жасадым. Мықтысымен де, олимпиадникпен де, олимпиадник емеспен де
10 жыл физика оқымаған адаммен де жұмыс жасадым. 7-ші классқа 8-ші класс бәріне сабақ беріп көргенмін. Қалай түсіндіреміз, қай жерде қандай технология пайдалану, қай жерде қалай түсіндірген ыңғайлы. Оның барлығы кейінгі сабақтарда айтылатын болады. Ол жаңағы физика қиын анау мынау деген ол еңбектен енгісі келмейтін жалқау адамның әңгімесі. Окей? Адамның істеген адам істейді деген бір қазақта бір тамаша бір сөз бар. Сондықтан бір адам мысалы 130 алды ма, бір адам 140 алып жатыр ма, ол да адам ғой, оған да 24 сағат берілді ғой, саған да 24 сағат беріліп жатыр. Оған да 7 күн берілді ма аптасына, саған да аптасына 7 күн берілді. Сен де істей аласың деген сөз. Сол үшін біз бастысы желаниеміз болу керек, ниетіміз болу керек. Дұрыс ниетіміз болса, әрине мұратқа жетпей қоймаймыз, мақсатқа жетпей қоймаймыз. Окей? Келесін қара. Енді 0,000 бір нәрсе 223 деген сан бар екен. Бұл жерде дәл сондай. Үтірді қойып аламыз міне. Сен де қойып ал, жақсы ма? Экранның ар жағындағы жан. Сен де қойып ал. 2,123 дедік, көбейтілген. Енді дәрежеге қараймыз. Так, дәреже не істейміз? Дәреже бұл жерде 2 4-дің арасын есептейміз. Міне. Сен де осылай сызып ал. Ол сенің дәптерің, ол сенің мен сені тексеріп отқан басқа бір мұғалім тексеріп отқан жоқ, сен өзің дәптерің болсаң, өзің шимайлап дұрыстап жаза бер де, шимайлап өзіңе түсінікті болса болды ғой. Кейін уже үйреніп кетесіңдер. Бұл нәрсені дұрыс түсінбей ертең физиканы ары қарай алып кету кішкене қиындық туындады. Жақсы ма? Так, сонда есептейміз міне 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10-ның бірақ -9 дейміз. Хорошо, 2-де 20, 10-ның -9 дәрежесі. Дым қиындық жоқ. Әрі қарай кеттік. Келесі 0,4. Енді қараңдаршы, 0,4 дегенді мен неге минус дәреже екенде тоқталғым келіп тұр да негізі. Жоқ, оны сәлден соң түсіндіремін. Окей, так. Қара, мына жерде енді бізде 4-тен кейін қоямыз. Енді бізде 1 мен 10-ның арасындағы сан болу керек қой, жақсы ма? Сол үшін 4-тен кейін қоя береміз. Дым қиындығы жоқ. 4 дейміз, міне көбейтілген. Мына 3 санды жазамыз, 10-ның дәрежесіне жазамыз. 10-ның -3 дәрежесі. Дәл сол секілді мына жерге де жазамыз, міне 8,187 көбейтілген 10-ның так 1 2 3 4 5 6 дәрежесі, 10-ның -6 дәрежесі болады. 8,87, оның -6 дәрежесі. Все, ешқандай қиындығы жоқ, е? Әрі қарай кеттік. Келесі мына жақта тағы мынандай бір сан берілген, енді оны өзің істей аласың деп ойлаймын. Өзің менен бұрын істеп көр, одан тексереміз, е? Так, мына жақта міне қойдық. 4 көбейтілген дедік, 10-ның -5 дәрежесі дедік. Міне. Так, енді осы жерде мынандай бір нәрсе. Біз негізі өтірді жылжыту деген нәрсе бар. Бұл жерде ешқандай өзгеріс жоқ. Мысалы, сен 8-де 87 қылып аламын дейтін болсаң, давай мен оны басқа түспен жазайын, е? Мысалы, мен мына жерден аламын дейтін болсаң, онда былай да жазуға болады. 887 көбейтілген 10-ның. Так, енді қараңдар. Мына жердегі сандарды есептейміз. 1 2 3 4 5 6 7 8 сан бар, е? -8 дәрежесі деп жазуға болады. Бұл да негізі қате емес. Бірақ әрине жаңағыдай мынау дұрысырақ деп айтамыз. Дұрысырақ деп айтамыз. Кеттік әрі қарай. Енді осы жерде оқушылар, енді стандартпен біз шатаспаймыз деп ойлаймын. Давайте енді осыларға амалдар қолданайық. Мен не үшін айтып отырмын? Әрине, мысалы, саған мынандай нәрсе келмейді. ОБД-да мынандай сұрақ келмейді, стандарт жаз деген. Бірақ бұл не үшін қажет? Бұл есептеуде қажет болады. Физика деген білеміз ғой, әрине ол жерде есептер бар, тапсырмалар бар. Сол жерде жаңағы мысалы сен формуланы білесің, нормальный бәрі. Бірақ есептің соңына енді шығару жауабы керек қой. Сол кезде жаңағы санды бөліп көбейту керек. Бұл бізде база қалыптастыру. Яғни мен 7-ші класстың 1-ші тоқсанының ана алғашқы сабақтарын түсіндіріп жатырмын. Сондықтан бұл же нормальный нәрсе. Так. Енді амалдар қолданайық. Амалдар қолдану деген олар бір-бірінен қосылуы мүмкін, көбейтілуі мүмкін, бөлінуі мүмкін деген секілді осы нәрселерге жұмыс жасап көреміз, е? Так, енді қараңыздар, бізде мынандай нәрсе. Егер енді бізде әрине математикада сендерде жаңағы а санының деп айтады. Енді біз көбінесе 10-мен жұмыс жасаймыз, сондықтан 10-ның дәрежесі ретінде алайық. Хорошо? Егер дәрежесі бар сандар, яғни 10-ның дәрежесі болады ғой, бір-бірімен көбейтілетін болса, біз дәрежелерін қоса саламыз. Жай ғана қоса саламыз. Мынаны біз сен формула ретінде кәдімгі дәптеріңе жазасың да төртбұрыштап қоршап қоясың. Яғни 10-ның м дәрежесі мен 10-ның n дәрежесін көбейтетін болсақ, просто аламыз да дәрежені бір-біріне қоса саламыз. Мысалы, давайте мысалға айтып кетейін. 10-ның 7 дәрежесі көбейтілген 10-ның -3 дәрежесі.
плюс 3 болса оның 10 дәрежесі болады. Ал енді минус 3 қылып әдейі айтып отырмын. Енді сен сандарды қосыласың деген ойдамын. Яғни 7-ге минус 3-ті қосамыз. Сонда ол плюс пен минус береді. Сонда 7 азайтылған 3 болады. Яғни 10-ның 4 дәрежесі болады деген секілді. Просто 7 мен минус 3-ті қостық. Жақсы? Окей, түсінікті. Кеттік әрі қарай. Енді дәрежесі бар сандар бір-бірімен бөлінуі мүмкін. Бөлінген кезде біз дәрежелерін азайта саламыз. Яғни 10-ның m дәрежесін n дәрежесіне бөлетін болсақ, 10-ның m азайтылған n деген дәрежесі шығады екен. Окей? Енді дәреженің сыртында дәреже болатын болса, онда бізде дәрежелер просто көбейтіле салады, 10-ның mn дәрежесі болады. Мысалы, 10-ның 2 дәрежесінің кубы десе, 2-ні кубтап жүрме. 2-ның кубы 8 ғой. Ол Құдай ұрып ондай нәрсе істеме. Оның 6 дәрежесі дейсің, хорошо? Яғни 2 мен 3-тен не істейміз? Бір-біріне көбейте саламыз. Оның 6 дәрежесі бола салады. Так, келесі. 1 бөлінген 10-ның m дәрежесі, ол бізде болады 10-ның минус m дәрежесі болады. Яғни қараңдаршы, енді осы жерде мен түсіндіріп кетейін. Мына жерде біз мысалы 10-ның m дәрежесіне n дәрежесін бөлдік қой. Сонда ана n азайтылды ғой. Бөлінген кезде азайтылады дедік қой. Пайда негізі бөлшектің алымынан бөліміне немесе бөлімнен алымына өткен кезде таңбасы өзгереді деп түсіндірген дұрыс. Негізі. Мысалы қарап, мынау 10-ның m дәрежесі ғой бізде. 1 бөлінген 10-ның m дәрежесі ғой. Сол үстіне шыққан кезде 10-ның минус m дәрежесі болады. Негізі пайда 1 көбейтілген 10-ның минус m дәрежесі, енді 1 жазылмайды. Мына 10-ның минус m дәрежесі. Қорытып алып, жақсылап, мұқият қарап ал. Мына нәрсені бір рет түсініп аласың. Ертеңгі тапсырмаларды, кейінгі тапсырмаларды, қалған тапсырмаларды спокойно жейтін боласың. Иә? Так, келесі. 1 бөлінген 10-ның минус n дәрежесі дейді. Енді оның минус n дәрежесі үстіне шыққан кезде жаңа айтып кеттік, минус дәреже тұр ма? Ол демек плюс дәрежеге айналады, яғни 10-ның n дәрежесіне айналады екен. Хорошо? Және кез келген санның 0 дәрежесі 1-ге тең екенін ескереміз. Келістік қой, кез келген санның 0 дәрежесі 1-ге тең. 0-дің 0 дәрежесі 1-ге тең екенін ескересіңдер. Окей? Так. Енді қазір мысалдарда мен түсіндіріп көрсететін боламын. Давайте біз 1-2 мысал қарастырайық. Сандарға амалдар қолданыңыз дейді. Яғни 64 мың деген санды міне мынандай бір санға көбейтуіміз керек. 1 200 000-ға көбейтуіміз керек. Так, бұл жерде бар ғой, қазір екеуін бір-біріне көбейте салу, калькуляторға сала салам деген әңгіме жоқ. Біз кәдімгідей бірінші стандарт түрде жазып аламыз. Давайте мынаны жазайық. Міне біз жаңа ғана айтып кеттік, стандарт түрде жазыламыз деп айттық. Мысалы 6,4 сен өзің де менімен бірге жағаласып шығарып отыр. Хорошо? Көбейтілген 14 дәрежесі. Міне, мен мынаны жаздым. Так, енді келесісін жазам. Ол бізде жаңағы 1 200 000. Так, оны біз 1,2 дейміз. Міне 1,2 көбейтілген 10-ның дәрежесі 1 2 3 4 5 6. 10-ның 6 дәрежесі дейміз. Так, енді дәрежесі бар сан мен дәрежесі бар санды көбейтеміз, дәрежесі жоқ сан мен дәрежесі жоқ санды көбейтеміз. Хорошо? Так, енді қараңдар, 6-4 пен 1-2-ні көбейтеміз. Окей? Так. 6-4 көбейтілген 1-2 шығады, 7,168 шығады екен. 7,168-ді жаздық, көбейтілген 10-ның, енді қараңдар, мына 10-ның 4 дәрежесі мен 10-ның 6 дәрежесін көбейтіп атырамыз. Көбейткен кезде дәрежелер қосылады дедік, яғни 4 пен 6-ны қосасын, шығады 10. Все, easy. 7,168 көбейтілген 10-ның 10 дәрежесі. Болды осылай. Жаңағы біз стандарт жазуды үйрендік қой. Амалдарды қолданып айттық қой. Енді соны екеуі бірге мен сендерге алдарыңа беріп отырмын. Так, келесі бізде мынандай бір миллион бір нәрсе деген сан берілген екен, содан аған бөл дейді. Так, давайте бұны біз алдымен мынаны мысалы калькулятормен бөле салуға болады. Бірақ біз алдымен оны түсініп алуымыз керек та, қалай екен. Так, 1 бүтін дейміз, міне мынаны 144 көбейтілген. Так, дәрежені жазамыз. 1 2 3 4 5 6 7 дәреже. 10-ның 7 дәрежесі бөлінген. Так, мына жақтан қоямыз. 1,2 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі. Қараңдаршы, минус 3. Потому что бізде сан 0 бүтін. Плюс 3 қойып жүрсең қате болады. Енді қара, 1,144-ті 1-2-ге бөлеміз. Ол бізде 1,2-ні береді. Себебі 12-ның квадраты бізде 144 қой. Яғни 1,44-ті 1,2-ге бөлетін болсақ, 1,2 шығады деген секілді.
көбейтілген енді 10-ның дәрежесін қараймыз. Енді қараңдар, біз жаңа айтып кеттік, бөлінген кезде не қылады дедік, дәреже бір-бірінен азайтылады. Яғни міне мына жағдай ғой. Так, енді мына жақта азайтатын болсақ, 7 азайту минус 3 бізде не береді? 7 азайту минус 3. Минус пен минус не беретін еді? Әрине плюс береді. Сонда 1,2 көбейтілген 10-ның 10 дәрежесі дейміз. Немесе бар ғой, былай да жазсаң болады. Жаңа минус 3 үстіне шыққанда плюс 3 болады дедім ғой мен. Сонда 7 қосылған 3 10-ның 10 дәрежесі деп түсіне салсаң болады. Қиындығы жоқ. Окей? Кеттік ары қарай. Мынандай бір сан берілген екен, 0,00018 и мынандай бір сан. Так, бұны біз бір-біріне көбейткенде сәл кішкене қиындық туындауы мүмкін. Сондықтан бұны біз стандартқа жазып аламыз. Яғни 1,8 көбейтілген 10-ның 4 дәрежесі, міне. Жоқ, минус 4 дәреже, мен неше қарамай жатырмын. Так, көбейтілген 3,5 көбейтілген 10-ның 6 дәреже. Келісесіңдер ғой? 6 дәреже. Енді 1,8-ді 3,5-ке көбейтемін. Калькулятормен көбейте саламын. Оны. Ол 6,3-ге тең екен. Так, 6,3 көбейтілген 10-ның. Так, көбейткенде дәрежелер не қылады? Қосылады. Минус 4 қосу 6 бізде не береді? 10-ның 2 дәрежесін береді. 6,3 10-ның 2 дәрежесі дейміз. Все, easy. Так, келесі, мынандай бір сан берілген, уже бұл бізде кішкене не? Күрделірек. Давайте бұны мен оп-оңай шығарып тастаймыз қазір. Так, мынаны қараңдар, 5,4 дейміз мынаны. Көбейтілген 10-ның. Так, мына жерде бізде 4 сан бар. Екі түрдің арасы 4 сан. Минус 4 болады, иә? Көбейтілген, мынаны жазамыз. 1,5 көбейтілген 10-ның дейміз. Так, 10-ның бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6 дәрежесі бар екен. 6 дәреже. Так, бөлінген. Так, қараңдар, мынаны жазамыз бірінші. 6 көбейтілген 10-ның 1, 2, 3, 4, 5 дәрежесі міне. 5 дәреже көбейтілген 10-ның минус 8 дәреже. Тең болады. Так, енді қараймыз. Кішкене ойланамыз бұл жерде. Так, енді қараңдар. Мына сандарды қысқарту деген нәрсе бар ғой енді. Мысалы, 1,5 пен 6-ны қысқартып тастауға болады. 1,5-ке ше. 1,5-ті 1,5-ге бөлсек 1, 6-ны 1,5-ге бөлсек 4. Дұрыс па? Енді 5-те 4-ті 4-ке бөлу ғана қалды. 5,4-ті 4-ке бөлетін болсақ, бізде шығады 1,14-ті 4-ке бөлгенде 3, 5. 1,35 шығады, е? Так, енді қараңдар. Көбейтілген дейміз. Енді дәрежеге назар аударамыз. Мысалы қара. Үстінде 10-ның минус 4 пен 10-ның 6 дәрежесі ғой. Минус 4 пен 6-тан екеуін қоссақ не шығады? 2 шығады. Көбейтілген дейміз. Енді бөлімін қараймыз. 10-ның 5, 10-ның минус 8 қоссақ, негізі мына сандарды қосқан кезде бар ғой, үлкеннен кішісін азайтып, үлкен таңбасын қою керек. Мысалы, плюс 5 пен минус 8 ғой. 8-ден 5 азайтасың да. 3 ғой. Бірақ 8, үлкені 8 ғой. 8-дің таңбасы минус па, сол минус 3 кетеді. 10-ның минус 3 дәрежесі, бірақ үстіне шыққанда плюс 3 болып кетеді оқушылар. Мына жерде мұқият қараңдаршы. Сәл кішкене түсінбей қалуы мүмкін. Тағы да қайталап айтамын. Бөлімінде 10-ның минус 3 болып тұр ғой. Сол үстіне шыққанда плюс 3 болды. Окей? Енді мына жерден осыны былай жаза саламыз. Міне 1,35, 10-ның 5 дәрежесі дейміз. Окей? 10-ның 5 дәрежесі. Все. Міне, осылай. Бұл жерде енді өзің бірінші менен бұрын шығарып көресіз, тексеріп көресің, окей ме? Себебі біз алған біліміміз кішкене қорытуымыз керек. Басы ерінбеш, жалқауланбашы. Бәрі нормально болады. Жақсы ма? Бәрі бірден келген жоқ қой, бәрі бірден келген жоқ, иә? Мысалы, менде міне Мардан деген оқушым, мысалы, Бақдәулет деген оқушым. Мен айтпаймын оларды супер деп, супер способны айырып тастады. Басында еш қайсысы сөйтіп не қылған жоқ. Мардан мысалы 14 баламен бастады. Бақдәулет те сол шамада бастады. Бірақ соңында 128 алды, 129 алды. Біреуі СДУ-ға түсті, біреуі жазбасам КБТУ-ға түсті. Қалады, істеді, қолынан келді, орындалды. Болды. Адамда сондай болу керек та. Қаладым. Қазақта сөз бар ғой. Қадалған жерден қан алады. Сен де сондай бол. Сен де қолынан келеді. Жұрттың баласы деп жатыр ғой. Сен бір жерің кем ба не? Оларда 2 бас бар ма еді? Оларда да 1 бас. Оларда да 24 сағат. Сенде не проблема? Шында проблема жоқ. Жалқаулық ол өзімізде, мына жерімізге мініп алған жалқаулық бар ғой, соны ұрып түсіріп тастау керек.
Окей, бірден мә деп кетпейсің сен, постепенно үйренесің. Бүгін жарты сағат оқы, ертең 45 минут оқы, ары күні 1 сағат оқы. Сөйтіп шамаң жетеді, сенің де қолыңнан келеді. Окей, келесі. Қараңызшы, мына оқушылар 130 балл, 122 балл, 121 балл, 123 балл. Енді тағы да қайталап айтамын. Бұлар басында келген кезде маған оның жартысын алды ма, алған жоқ па, бір құдай біледі. Бірақ істеді олар. Вот, істеді міне. Мағжан да істеді міне. Нұрлыжан да істеді. Мысалы, ЕНУ-ға матбетке түсем деді, түсті. 126 баллмен. 125 болған проходной, 126-сын алды. Пожалуйста, түсті деген секілді. Окей, сондықтан істей аламыз. Біз де істей аламыз. Біздің де қолымыздан келеді. Мен оқушылар тек қана физикадан ғана дайындамаймын. Әрине, мен физикадан дайындаймын. Физакадемия курсы, физикадан дайындаймын. Кез келген сұрақтарың болса, бізде мынау жаңағы номерге хабарласуға болады, курс туралы ақпарат бойынша. Бірақ біз сонымен қатар, физикамен қатар енді математика керек қой. Математиканы дайындаймыз. Ол жерде бізде математиканы Ерік ағай сабақ береді, және Атышулы тарих мектебімен сен тарихты оқи аласың, яғни комбо курсты аласың. Еш шараттың комбо деген осы. Анау KFC-дегі комбо, Баханидегі комбо біздің қасымызда роль не играет вообще. Окей? Біздің комбамыз ол кәдімгідей бомба. Не Ерік ағай туралы айтатын болсақ, өте көп. 17 мың оқушыны оқып тастаған. Мынау біраз курстың мұғалімдерін оқытқан ұстаз ғой негізі. Былай айтқанда мұғалімдердің ұстазы болып тұр ғой. Әрине, сенен елу шығарады. Біз машина бермейміз. Біз машина жасап шығарамыз деген Ерік ағайдың сөзі бар. Оқимын деген адамға нөлден бастап натуралсам, анау бәрінен бүйтіп машина алып шығарады. Және Оразбек ағай енді қалай айтсақ та болады, 7 оқушысы 140-тан 140 алып тастаған нағыз эксперт деп айтуға болатын мұғалім. Ұстаз деп айтуға болады. 140-тан 140 алу деген ол ешкімнің қолынан келе бермейді. Былтыр мысалы бір адам алды деген сияқты. Биыл енді әрине көп болды, ДЖ-да немен санағанда. Бірақ негізі 140 алу оңай емес, ол өте үлкен еңбек. Міне, сондай ұстаздар дайындаған. Ұстазбен білім ала аласың. Және нағыз ұбт-ның өзіне 250 оқушысы 20-дан 20 қойып тастаған ғой. Вот 20 балдың 20-сын қойып тастаған. Ерік ағайдың оқушылары 50-ден 50 қойып тастаған. Сондықтан ағайындарым, үздік нәтижеге жеткің келсе, әрине үздік курспен, үздік комбамен оқығаның өзіңе де жақсы. Ана жақтан, мына жақтан саналмай, міне бірден аласың, және нәтижеге біз гарантия береміз. Әрине сен кішкене өзің еңбектенетін болсаң, біз қолдаймыз, сені әрдайым жетелеп отырамыз, и Құдай қаласа нәтижеге бірге жететін боламыз. Жақсы оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Біз бүгін сендермен бірге физиканың ең басы сандарды стандарт жазу деген тақырыпты қарастырдық. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақтарда кездескенше амандықта, саулықта болайық.